Қайырлы күн, құрметті оқырман. Мен бүгін сіздермен, менің жолыммен, менің алған білімдеріммен всегда бөлісіп, мен жасаған емдеріммен өзінің бойына сіңіріп келе жатқан, менің жанымда жүрген менің аттасым Арайдың бір историясымен бөліскім келіп отыр. Арай негізінде өзінің ішкі халін түсінбей, бәрін сыртынан мықтымын деп жауап алған бір менің пациентім еді. Енді до и после қалай өзгерді, қандай жағдайда болды, қазір өзінің аузынан естіңіздер. Енді өте күшті трансформация, өте күшті өзгеріс. Өйткені бұл ішінде өзгеремін деген нәрсесі болғаннан кейін Құдай топ еткізіп менің алдыма келген, мен бойымдағы бар нәрсемен бөліскем, сонымен Арай жадыраған. Мен Уринова Арайлым, 21-ден бастап Арайдың онлайн аксессуар курсынан бастап оқып алдым. Және марқұм ДЦП балам бартын. Ерекше бала баққан аналар түсінеді. Всегда подавленный, стрессте жүреміз. Онымен қоса 5 жыл сбор жүргізген анамын, ұлымды аяққа тұрғызамын деген. Және өзімнің өз тарақандарым бар басымда. Соның барлығын проживать ете. Бүкіл обучение, энерготерапия обучениесін өзін бірнеше рет өттім. Лагерге бірнеше рет келдім. Баламен де баласызда. Онымен қоса анамда энерготерапияға всегда келеді. Онлайн қатысамыз. Отбасылық ем аламыз. Өзімдегі өзге саятын болсам, маскамды шештім, өзімен өзім таныстым, ішкі қалауымды не керек екенін білдім. Көбіне ел үшін өмір сүрген екенмін. Ал қазір мен более прокачанная, более осознанный Арайлым ретінде бірінші кезекте өзімді қоямын, одан кейін өзгені. Аллаға шүкір, жұмысым да дұрысталды, табысым да еселенді. Ал бұндай орасан өзгеріске себепкер болған бірден бір жанның өзі Арай. Рахмет.